Астанада PTC Холдинг компаниялар тобының 10 жылдығына арналған спартакиада өтті. Шарада компанияның жергілікті қызметкерлерінен бөлек шетелдік өкілдіктерінен келген барлығы 300-ге жуық қатысушы бақ сынады. Жеңіс жолында 13 команданың шеберлігі сынға түсіп, 6 спорттық сайыста өзара үздіктерді анықтады. Жеңімпаздарға кубоктар мен медальдар табысталды. Қызметкерлер арасында корпоративтік мәдениетті дамытып, ұйымшыл ұжымды қалыптастыруға септігі тиер спорттық шара туралы толығырақ тілші бейнематериалында. PTC Холдинг мамандары жүзу, жүгіру, футзал, үстел теннисі, шахмат және гір көтеру бойынша сайысқа түсті. Олар қызметтегі кәсібилігімен қатар спорттық дайындықтарда мықты екенін көрсетті. Тіпті көп жылдық әріптестердің өзі бір-бірін жаңа қырынан танып жатты. Кейбір қатысушылардың қарым-қабілеттері анық байқалып, тыңғылықты дайындықтарымен ерекшеленді. Я играю последние 2 года, мы занимаемся. Компания 2 года назад организовала нам еженедельные тренировки, и мы стараемся ходить. Очень этому рады, что есть у нас такая возможность. И вот сегодня себя хотели бы показать. Вообще, самое главное, что атмосфера очень дружественная. Я с многими познакомился, многие со мной познакомились. В целом, мы впервые увидели некоторых людей, с которыми только общались по телефону до этого. Спартакиадаға Өзбекстаннан келген Silkway Central Asia компаниясының қызметкерлері де қатысты. Ташкенттен келген команда футбол алаңында лайықты ойын өрнегін көрсетіп көзге түсті. Конечно, спорт объединяет, дружит нас. И уже мы с многими товарищами познакомились. И думаю, дальше в работе честно будем использовать, потому что уже телефонно обменялись. Спартакиаданың Қазақстан ұлттық спорт университетінде өтуі де символдық мәнге ие. Ресми ашылу рәсіміне дейін ақ оқу орнының ішінен спорттық рух сезіліп, ерекше эмоция мен жанкүйерлердің белсенді қолдауы байқалды. У нас несколько плакатов, речевки, все готово. Соңғы жылдары холдинг айтарлықтай кеңейіп, елдің әр өңіріндегі және шетелдегі ондаған бөлімшені біріктірді. Қазіргі таңда оның құрамында 18 компания бар. Бизнес ауқымы ұлғайған сайын ортақ жұмыс стандарттарымен қатар біртұтас команда рухын сақтауда маңызды. Спорт всегда шел где-то рядом, да, скажем так. У нас очень много, мы вообще на самом деле спортивная компания. У нас очень много сотрудников, которые проходят Ironman. У нас ребята все эти годы, с 2019 года, играют в футбол. То есть компания оплачивает поля. Мы играем в теннис настольный. То есть у нас, в принципе, сотрудники все спортивные. В этом году компания отмечает 10 лет, группа компаний. И поэтому мы решили, то есть у нас много мероприятий, приуроченных к этой дате, и мы решили провести спартакиаду. Қызметкерлердің спорттық мінезі жарыс барысында анық байқалды. Бірі бассейнде өз шеберлігін көрсетсе, енді бірі жүгіру жолында жылдамдығымен таңғалдырды. Кейбірі үстел теннисі мен шахматта білгірлігін білдірді. Футбол алаңындағы тартыста соңғы минуттарға дейін жалғасты. Жалпы командалық есепте қола жүлдені PTC Холдинг командасы иеленді. Екінші орын PTC оператор командасына бұйырды. Ал мерейтойлық спартакиаданың жеңімпазы Silkway Transit командасы атанды. Жалпы бұл күні барлығы жеңіске лайық болды және ұтылған адам болған жоқ. Ал спорттың тағы бір мәрте адамдарды кез келген сөзден де жақсы біріктіре алатыны дәлелденді. Адылжан Бердібек, Бегерімхан, Атамекен бизнес.